Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ пончик пен вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен құм шекерімізді салып, әппақ болғанынша миксерменен 2 минуттай араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майымызды, айранымызды құйып, миксерменен 30 секундтай араластырып аламыз. Енді ұнымызға 1 чайный ложка разрыхителімізді салып араластырып, массамыздың үстінен құйып, миксерменен араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Осындай мультипечкада пісіреміз, немесе сковородкамызға кішкене ғана майымызды құйып, панкейк етіп пісірсек болады, тура осы тестамен. Келесі печкамызға осылай 1 қасықтан саламыз. Бетін жауып 3 минут пісіріп аламыз. Біздің осымен өте жұмсақ пончиктеріміз пісіп шықты. Осы мультипечканы сіздерге де алуға кеңес беремін. 6 насадкасы бар. Келесі тура осы тестамен вафли пісіретін боламыз. Екінші насадкасын қолдана отырып, болған 2 ас қасықтан қамырымызды құйып аламыз. Бетін жауып 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Қараңыздар достар, өте керемет үй жағдайындағы вафлиіміз дайын болып шықты. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Осындай өте жұмсақ, қараңыздар достар. Келесі пончиктерімізді ерітілген шоколадымызға малып аламыз. Бетіне әсемдеу үшін осындай кондитерский посыпка сеуіп шығамыз. Вафлиіміздің бетіне осылай шоколад сеуіп жесек, өте керемет дәмді болып шығады. Осымен біздің өте керемет, өте дәмді, ауызда еритін пончик пенен вафлилеріміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар.